Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қолжетімді заттардан жасалатын дәмді әдемі гречканың видео рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Және де видео рецепті ұнаса, соңына дейін көріңіздер. Сізде тек гречка, картошка, жұмыртқа болса болғаны, осындай әдемі ерекше тағам кешкі асқа жасап жесеңіздер болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап жеңіздер, достар. Және де осындай гречкамызды 2 кесе салдым мен. Және де жуып тазалап қайнатып жатырмын. Және де осылай картошканы да жуып тазалап, турап әдемілеп картошканы да осылай қайнатып жатырмын. 15-20 минутта піседі. Әдемілеп жарылып, әппақ болып өзі көрінеді. Жеп көрсеңіздер пісіп тұрады. 20 минут өтті. Картошкамыз да, гречкамыз да пісті. Және де осылай картошканың үстіне кішкене май құйып жіберсеңіздер де болады. Маргарин салсаңыздар да болады. Болмаса, осылай картошканың өзінің суын үстіне сәл құйып, осылай жақсылап езіп алыңыздар. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын болам, достар. Міне осылай бір тегіс етіп жақсылап картошка езетімен әдемілеп езіп алыңыздар, немесе вилкамен езіп алыңыздар. Және де міне гречкамыз да пісті. Және де осылай керекті мөлшерде қара бұрышымызды және де тұзымызды, бір жұмыртқамызды алып жақсылап араластырып аламыз. Және де енді картошкамызды да салатын боламыз. Қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдыратын болам. Міне жақсылап енді араластырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап араластырып алыңыздар. Және де айта кетейін, менің каналымда қолжетімді заттардан жасалатын тағам түрлері бар. Плейлист бар, сол жерден өзіңізге керекті сусындар, тәттілердің видео рецептілері, кешкі ас түрлері, үйдегі асханамда жасап жүрген тағамдардың видео рецептілерін шығарып отырамын, достар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай біркелкі әдемі болып шығады. Және де панировочный сухариге міне осылай форма жасап алып әдемілеп, панировочный сухариге жақсылап осылай аударып алып, екі бетін осылай форма жасап дайындап алатын боламыз. Панировочный сухари болмаса, онға екі бетін аунатып алсаңыздар да болады. Міне форма жасап алып, осылай панировочный сухаримізге екі бетін аунатып аламыз. Және де қызып тұрған майымызға осылай котлетімізді салып, міндетті түрде қызып тұрған май болу керек. Сол кезде котлет формасын жоғалтпайды. Міне қызып тұрған майымызға осылай котлетімізді салып, тез-тез піседі, себебі ішіндегі заттар піскен заттар. Сондықтан екі бетін осылай тез-тез қызартып аламыз. Міне қызып тұрған табамызға салдым. Міне формасы жоғалмады. Гречка мен картошканы бірге бір қосасыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда 300 грамм картошка болса, 300 грамм гречка қосасыздар. Міне және де жұмыртқа қосып, осылай керекті қара бұрыш пен тұзымызды қосып, міне қарапайым заттардан жасалатын гречкамыз дайын болды. Және де осылай сүзіп алып, майынан ажыратып, тарелкамызға салфетка төсеп, соған әдемілеп гречкамызды жинап пісіріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі, ерекше болып шықты. Майға қуырылғандықтан. Баршаңызға ас болсын, достар. Міне гречкадан жасалған котлетіміз дайын, өте әдемі, дәмі ерекше шықты. Видео ұнаса, міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Поделиться батырмасын басып, WhatsApp'та жақындарыңызбен бөлісіңіздер, достар. Видео ұнаса, комментарийде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып қойыңыздар.